Шын ғашықтар қосылмайды. 15 жыл. Бақандай 15 жыл өтіпті. Уақыт шіркін, бір орында тұрар ма еді? Неткен зымырап жатқан өмір. Кеше ғана жап-жас болып, алғашқы сезімді бастан кешіріп отырған Шолпан қазір көп балалы ана. Күндегі күйбен тірлікпен қолы босамайтын Шолпан бүгін ескі суреттерді ақтарып отыр. Осыдан неше жыл бұрынғы суреттерін көріп кеткен, неткен күндер еді. Қызығы мен шыжығы мол жылдар деп бір күрсініп алды. Шолпанның 18 жасы болатын. Мектеп бітіріп, оқуға сырттай тапсырып, енді ғана жұмысқа тұрған кезі. Стадионда іс-шара болатын. Әр мерекемеден жиналған жастар, қыздар бір топ, ұлдар бір топ болып бөлініп тұратын. Сол ұлдардың арасында Шолпанға көзінің қиығымен қарап Сауран да тұр. Бірақ Шолпан ол кезде өзінен көз алмай тұрған жас жігітті байқамады. Арада 2 апта өткенде үй сым тетігіне бір жігіт хабарласып Шолпанды сұрап тұр. Дауысы ерекше әдемі жігіт екен. Үйінде әкесінен басқа ешкім жоқ. Шолпан бұл бейсаныс жігіттің кім екенін білгісі келді. Неге екені белгісіз бұрын-соңды ешкіммен телефон арқылы таныспаған Шолпанда бұл жолы басқаша еді. Бір жағынан сергіп отырғаны бар. Дауысы ерекше жігітке кім екен бұл дей салды. Арғы жақтан әдемі дауыс. Шолпанмен сөйлесуге бола ма? Иә, мен, айта беріңіз. Менің сізбен танысқым келіп еді. Сол үшін хабарласып тұрмын. Иә, сонымен кім болдыңыз? Менің есімім Сауран. Сіздің номеріңізді сыныптастарыңыздан алдым дейді. Жөн сұраса келе, бұл жігіт өткендегі стадиондағы бір топ жігіттің ішінде болған екен. Бір көргеннен ұнатып қалдым. Кім екенін сұрастырып әреңіз деп тауып алдым деп ағынан жарылып отыр. Зерігіп отырған Шолпанға да қызық болып тұр, не айтар екен деп. Солай екеуінің таныстығы жалғасып тауып, әңгімесі жарасып кетті. Сауран күнде кешкі 9-да хабарласып, 12-де қоятынды әнетке айналдырды. Шолпан Сауранның түрінде көрмеген. Бірақ бұл ерекше дауысты жігіт кім болды екен деп сұрастырып көрді. Сұрастыра келе, Сауран Шолпанның сыныптасымен бір мекемеде жұмыс жасайтын болып шықты. Өзі бір бақуат отбасының жалғыз ұлы екен. Түр келбетінде сурет арқылы көріп алды. Орта бойлы, бидай өңді жігіт екен. Күліп түскен суретін көріп еді, күлгені өзіне жарасатын жылы жүзді екені көрініп тұр. Сүр-сипатын көргенге ме хабарласып, сөйлескен кезде ескі танысымен әңгіме дүкен құрып отырғандай сезімде болатын. Сөздерде жарасып күннен күнге бауыр басып жатқанын байқамады да. Күнде хабарласып тұрып, ерекше ықыласымен сөзі Шолпанды өзіне баурап алды. Күнде сөйлессе де Сауран үндемей қалмайтын. Шолпанға айтары көп еді. Ешқашан сөзі таусылған емес. Ағынан жарылып, күні қалай өткенін айтып, Шолпанның да жағдайын сұрап қоятын. Бұл таныстық Шолпанның да көңілін көтеріңкі етіп жүретін. Ертеңіне аяқ асты Сауран Шолпанның жұмысына іздеп келді. Бұлай боларын білмеген Шолпан абдырап қалды. Келіп тұр екен. Амал жоқтан сыртқа шығуға мәжбүр болды. Екі беті қызарып, ұялып қасына барды. Шолпан табиғатынан тұйық, ұялшақ қыз болатын. Шолпанның ұялғанына байқаған Сауран жымиып бір қарады да, телефонмен сөз бермеуші едің ғой, саған не болды деп әзілге айналдырып жіберді. Шолпан да жымиып бір қарады да, көзін төмен түсірді. Расында, телефонмен бір бөлік, бетпе-бет мүлдем бөлек екен. Екеуі көп сөйлеспеді. Жай амандасып, қайта кетті. Бұл да екеуінің жақыннан бірін-бірі көрген кезі болатын. Сауран суреттен қарағанда емес, одан гөрі сымбаттырақ екен. Сөйлеген сөзі, жымиғаны бәрі өзіне жарасып тұр. Сол күннен кейін Сауранның сөзі өзгере бастады. Шолпанды жақыннан көрген соң, енді сезімін білдіре бастады. Бір көргеннен ғашық болдым. Бұрын-соңды мұндай жағдай болмаған. Бір көргеннен ғашық болу жалған деп ойлаушы едім. Жоқ, олай емес екен. Ол рас екен дейтін болды. Сауран ешқашан өз сезімін жасырмады. Шолпанның
күнде есіне салып отыратын. Өзіңді сүйген қандай бақыт десейші. Сауран шын мәнінде ғашық еді. Оның қашықтығы алыстан сезілетін. Ол кезде Шолпан қатты түсінбеді. Бірақ қазір қарап отырса, Саурандай Шолпанды ешкімде сүймегендей. Сауранның екі сөзінің бірі Шолпанды өмір бойына аялап өтемін деуші еді. Шын жақсы көрген адамның махаббаты көзінен көрініп тұратыны рас екен-ау. Одан бұрын, одан кейін ешкімнен ондай жылулықты, дәл Сауранның көзіндей махаббатты сезінбеген Шолпан дәл қазіргі уақыттарда терең бір күрсініп, сол кезді есіне алады. Кейде бір жылап алатыны да бар. Уақыт келсе қайта мүмкін бәрін басынан бастар ма еді. Сол кезде неге олай жасамадым дегендей ой келеді. Бірақ бәрі кеш. Өтті кетті. Енді ол жастық шақ қайта келмеске кетті. Шолпан жастайынан ұят болады мен өскен қыз. Ұят болады деп тәрбиелегеннен де болар. Сауран қанша өзінің жақсы көретінін айтса да, Шолпанның ішкі жан дүниесі керті тартып тұратын. Бұрын соңды еш жігітпен сөйлеспеген, кездеспеген Шолпан кездесудің өзінен қорқатын. Алайда Сауран Шолпанға сөз салуын тоқтатпады. Қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүрейік дейтін, бірақ Шолпан кері тартып тұратынын айтатын. Жақсы көрсең де күте тұр. Мен дайын емеспін дейтін. Сауран оған дейін күте алмаймын десе, Шолпанның да қыз назы бар. Онда сөйлеспей-ақ қояйық дейтін. Сол екеуі біріне-бірі бақыт тілеп, енді хабарласпаймыз деп уәде беріп тұтқаны қоятын. Тұтқаны қойған соң Шолпан бір жылап алатын. Жүрегінің бір бөлігі суырылып кететіндей болатын. Ішінде Сауранды ұнату бар, бірақ соны сыртқа айта алмайтын еді. Оның үстіне қыз болған соң шыдап, қайта кері қоңырау шалмайтын. Арада бір апта өтер-өтпес Сауран қайта хабарласатын. Шыдай алмадым. Сенімен сөйлеспесем тұра алмаймын. Ең болмаса, кездеспесем де даусыңды естейінші дейтін. Бірақ сөйлеспеген сайын саған деген сезім күннен күнге өшіп барады. Мүлдем өз-өзімді игере алмайтындай, сені ұмыта алмайтындай бауыр басып барамын. Не істесем болады деуші еді. Ондай кезде Шолпанда жүгіріп-ақ барғысы келеді, құшақтап алғысы келеді. Бірақ әттең ұялшақтық, қорқақтық басып тұратын. Сондай күнде сөйлесу, анда-санда көшеден бір көріп қалу, олар үшін бір бақыт еді. Міне, солай уақыт зымырап өте берді. Уақытты зымырап, күттеп жүріп, неше жыл болыпты. Сөйлесіп жүргендеріне 5 жылдай болды. Сауранның айтатыны сол баяғы әңгіме. Ешқашан бір сөзінен танған емес. Тек сүйемін, жақсы көремін, аялап өтемін дейтін еді. Мына қысқа өмірде өз сүйгеніңе қосылу қандай бақыт, екеуміз бақытты болсақ дейтін. Шолпанның да сыртқа шығармаса да ішінен тілейтіні сол. Бірге болса бақытты болсам деп армандайтын. Уақыт тағы зымырап, өз деген жасай берді. Бір күні Шолпан жұмыста отырғаны сол, қасына таныс қыз жүгіріп келді. Қалайша отырсың? Сауран кетіп барады екен ғой, білетін бе едің? дейді. Қайда? Астанаға. Қойшы, жай әңгіме болу керек. Жоқ, расында солай екен деді. Не сенерін не сенбесін білмеген Шолпан сол жерде отыра қалып жылады. Бұлай жасағаны несі? Неге айтпайды екен? Менімен 5 жыл жай сөйлескені ме? Деген неше түрлі ой келді. Өз не істерін білмей жылағанын баста да Сауранның нөмірін тере бастады. Арғы шеттен өзіне таныс жылы дауыс алу деп тұр. Шолпан амандаспаған күйі неге айтпадың? Нені? Кетіп бара жатқаныңды. Қайдан естідің? Кешкісін айтамын деп отыр едім. Резюме тастағанмын, енді хабар келді. Саған айтып үлгермедім. 10 күннен кейін жолға шығам деді. Сені бүгін кетіп бара жатыр деп естідім ғой? Олай емес, бүгін енді хабар келді. Осы адамдар қайдан естіп қояды екен, деп арасында күліп алды. Мені қимай хабарластың ба? Жаным сол, ұзақ емес, бар болғаны 1 жыл тәжірибе алмастырып келемін деді.